Бүгінгі сабағымызға кіріспе жасау үшін мына сұрақтарға жауап беріп өтейік. Бірінші, балалар, ғарыш деген не? Әрине, ғарыш дегеніміз кеңістік, жерге жақын жұлдыздар мен галактикалар. Жақсы, ендеше ғарыш айлағы дегеніміз не? Ғарыш айлағы дегеніміз ғарыштық ұшу аппараттарын құрастыратын аумақ. Ал оқушылар, дыбыстан жүйрік ұшақ дегенді қалай түсінесіңдер? Дыбыстан жүйрік ұшақ дегеніміз жылдамдығы дыбыстан жоғары ұшақтар екен. Ал оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сай қандай ғарышкерлерді білесіңдер? Әрине, біздің еліміздің ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Балалар, бүгінгі сабағымызда Тоқтар Әубәкіровтың өмірбаянымен танысамыз. Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Бірінші суретте Тоқтар Әубәкіровтың ғарышқа ұшқан кезі, жас кезі бейнеленген. Ал екінші суретте көріп тұрғандарымыздай, Тоқтар Әубәкіровтың ғарышқа ұшып келгеннен кейінгі қарттық шағы бейнеленген. Тоқтар Әубәкіров балалар алдына қойған мақсатқа жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Бейелдинов пен Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшақтар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылы маусымда бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Қатты қуанғаннан мен құстай самғап келем, менің қанатым бар деп айғайлаған екен. Тоқтар Әубәкіров мына суретте көріп тұрғаныңыздай Талғат Бейелдинов пен Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. Олар да балалар соғыс кезінде ұшаққа отырған атақты ұшқыштар. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. Содан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиация институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Тоқтар көптеген ұшақтарды сынақтан өткізді. Жылдамдығы дыбыстан жоғары ұшақтарды да басқарды. Тоқтар әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылды. Жаңа авиация техникаларын сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1989 жылы оған Кеңес одағының батыры атағын берді. Ол 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығулар өткізді. Халықаралық экипаж құрамында Тоқтар Әубәкіров, Александр Волков пен австриялық ғарышкер Франц Фибекпен бірге болған. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы ордені берілді. Тоқтар Әубәкіров сонымен қатар депутат, президент, кеңесші, қорғаныс төрағасы болып қызмет еткен. Оқушылар, Тоқтар Әубәкіров айтқан екен: мен ғарышқа атақ үшін ұшқан жоқпын, менің халқым ғарышқа барып келген ұлым бар деп мақтанса екен дедім. Осы сезім маған жігер берді. Ғарыш кемесі бұйрық бойынша орнынан қозғалған сәтте мен, халқым менің, сен үшін бәріне дайынмын дедім. Осы эпизодтан ғарышкерге қандай қасиеттер тән деп ойлайсыңдар? Дұрыс балалар, ғарышкер адам жауапкершілігі мол болу керек, ол батыр болу керек, ерлік жасай алатын кісі болу керек, және мақсат қойып, мақсатына табандылықпен жететін адам болу керек. Жақсы, ендеше балалар, елімізде ғарыш айлағы қайда орналасқанын білесіңдер ме? Дұрыс айтасыздар, Қызылорда облысының аумағында Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Адамзат алғаш рет ғарыш кемесімен осы жерден ғарышқа ұшқан. Жасанды жер серіктері де осы айлақтан ғарышқа көтерілді.
Ал балалар, ғарышты игерудің маңызы қандай деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Ғарышты игеру ел экономикасы үшін аса маңызды. Ол Қазақстанның әлемдегі ғарыш державаларының қатарына қосылуына жол ашты. Осы Тоқтар Әубәкіров осы еліміздің экономикасын көтеруге осындай өзінің үлесін қосқан екен. Ғарышқа барып келген біздің тұңғыш ғарышкеріміз. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма: өзің болашақта кім болғың келеді? Арманға жетудің 5 қадам сатысын құрастырып, жазып әңгімелеп беріңіздер. Сіздер тапсырманы мына дескриптарға сай орындау керексіздер. Бірінші, өз ойларыңызды жазу керексіздер, бейнелеп салу керексіздер және әңгімелеу керексіздер. Сіздер мына бағалау бойынша бағаланасыздар. Тапсырманы орындауға сіздерге 5 минут беремін. Оқушылар, үйге Тоқтар Әубәкіров туралы қосымша дерек көздер жинау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Тапсырмаларымызды орындай бер.